2016 жылдардың шамасында Ақмола облыстық әдебиет және өнер музейінде қазыналы қара шаңырақ деген бір жобаны біз қолға алғанбыз. Яғни бұл жобада осы Ақмола облысында Көкшетау өңірінде туып өскен қаламгерлердің, өнер майталмандарының шаңырағында болып, сол кісілер туралы әдемі естеліктерді бейне таспаларға жазып алдық, фотосуреттерге түсірдік. Ол кісілерден қалған жәдігерлерді біз бүгінгі күнде 2021 жылы үлкен экспозиция құрылғанда, сол кісілердің жәдігерлері қазір біздің музейдің экспозициясында тұр. Ал енді сол біздің жобаның негізінде бүгін Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы Әлжан ауылында туып, күллі қазақ жұртына десек те артық болмайды, танымал болған жазушы, аудармашы, журналист, қоғам қайраткері, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Осман Төлеуұлы ағамыздың шаңырағына келіп отырмыз. Ал енді құрметті ағайын туғандар, бүгін Қосекеңнің шаңырағына келіп, жеңгемізбен жүздесіп, және де сол Осман ағамызды еске алып, әруағын бір аунатып жатырмыз. Ағамыз туралы көп айтуға болады. Қоғам қайраткері, аудармашы, жазушы, әнші, күйші, шебер, домбыраны өз қолымен жасаған, 8 қырлы бір сырлы ағамыз айтқанына біраз болып қалды. Соны енді осы облыстық мәдениет басқармасы басқарып отырған Айгүл ханымға және де Нұрбек Нұралы інімізге ризашылығымызды білдіріп отырмыз. Сол ағамыздың артындағы мұрасын, тұтынған заттарын, кезінде үлкен белестерге шығып, алған орден медалдарын, удостоверение, депутаттық мандаттар деген сияқты өзінің қолымен жазған жазбаларын, қолымен ұстаған ручкасын деген сияқты біраз дүниелерін осы мұражайға тапсыруға куәгер болып келіп отырмыз. Бұл енді Қосекеңді біз ғана біліп қалмауымыз керек, болашақ білсін деп, болашақ жастар тәлім тәрбие алсын деп, осындай іске бастап отырғандарға сіздерге мұнда бір рахметтігімізді айтамыз. Осман ағаменен 14 жылдай қатар үзеңгілес жұмыс жасадым, қарамағында жұмыс жасадым. Өзімнің туған ағамен бірдей болды. Әрқашанда қанатының астына алып, ақыл кеңесін беріп, көп нәрсеге үйретті. Өмірдегі қарапайымшылыққа, адамгершілікке, ізгі істер қалдыруға артына осындай мәселелерді ағам әрқашан алдынан тартып, осы үйретіп кетті. Мұнда бір рахмет деймін ағама. Жатқан жері жайлы, топырағы торқа болсын. Артта қалған енді жеңгеміз аман болсын. Жеңгемізді көргенде, жеңгеміздің дауысын естігенде сол ағамызды көргендей, ағамызбен сөйлесіп қасында отырғандай өзіміз кәдімгі бір шабыттанып қаламыз. Сондықтан да баршамызға амандық тілеймін. Аспанымыз ашық, отанымыз тыныш болсын. Ағамыздың жатқан жері жайлы болсын дегім келеді мен. Әмин. Осман ағамызды үлкен құрметпен еске аламын. Сағынышпен еске аламын. Шын мәнісінде жақсы араластық, інісі болып жүрдік, қаламдас. Ол кісінің жақсы қасиеттері көп еді. Сол жақсы қасиеттер еске түседі. Мысалы, атап айтатын бір ерекше жақсы қасиеті, ол кісі өте білімдар адам болды ғой. Өйткені орыс тіліндегі шығармаларды қазақ тіліне, қазақ тіліндегі шығармаларды орыс тіліне аударатын өте қабілетті осы Қазақстандағы сирек бір мамандардың бірі болды. Сондықтан жаңа аударған шығармалардың ішінде тек қана әдеби шығармалар емес, көбіне ғылыми шығармалар, тарихи шығармалар, сондай мәліметтерге толы шығармалар көп болды. Сирек кездесетін Келімбетовтің шығармалары деген сияқты мысалы тарихи шығармалар көп болды. Соның бәрі мәлімет дерек қойынды. Сондай үлкен біліміне қарамастан, ол кісі біреумен әңгімелесе қалғанда, сол кісінің деңгейінде ғана сөйлесіп, ол кісінің жаңағы ондайды білмейтін, бетіне баспай, бетіне шіркеу болмай деген сияқты әзіл қалжыңмен көбіне солай араласатынды жұртпен. Бірақ талғамы өте биік болатын. Бізге қамқорлығы туралы айтар болсам, мысалға осы күнде сиреп кеткен оқиға, бір жаңа жазған шығармаларым, әңгімелерім болсын, өлеңдерім болсын,
газет бетіне жарияланғаннан кейін оқырманнан бір қарсы реакция күтесің ғой енді. Пікір күтесің. Сондайда таңертең таң атпай телефон шырете қалатын да Осекең звондайтын. Сонда жаңағы шын мәнісінде қуанып, шын құттықтап, жақсы шығарма жазыпсың, жақсы дүние жазыпсың, ерекшеліктерін айтып, сөйтіп қуанып тастайтын. Осы күні шынымды айтсам соны жоқтаймын. Сосын Осекеңнің тағы бір ерекшелігі бүкіл саясатқа жүйрік болатын. Облыстық телевидениеда жұмыс істеп жүргенде ол кісі басқарма бастығы болып жүрді. Сонда жаңадан үкіметтің, биліктің құжаттары шығады, жаңа бір бұйрықтар шығады. Соны екінің бірі басшылардың көбі айта алмайды. Көп адамның саяси білімі жетпейді, өресі жетпей жатады, түсінбей жатады. Сондай түсіндіріп беруге Осекең таптырмайтын кейіпкер болатын. Сондықтан да және екі тілді ғой. Ол кісі студияға келсе, оны орысша да жазып аласың, қазақша да жазып аласың. Сондай сан тарапты адам болатын. Сосын өнердің ішінен шыққан дегенде жасынан домбыра ұстаған, әскерде жүріп өзінің әлгі қолдан домбыра жасап тарататын бар емес пе? Сол сияқты спортқа да жақын болған, турникте жаңағы шырайға ойнайтын деген дебінлер армиядан келгенде сондай жетеді деп айтатын. Сол сияқты соның бәрін білгеннен кейін адам сол кез келген адаммен тіл табысып, дұрыс сөйлесіп, кез келген саланың ішкі сыртқы қасиеттерін, қабілеттерін біліп отыратын азамат еді, сонда саңғырлы жігіт болатын. Сондықтан сағын еске аламыз. Осекең әлбеттен журналист болып туған жоқ. 16 жасында әкесінен қалды. Тракторист та, электрик та, электромонтер да болып жұмыс істеді. Сосын бертін келе комсомолда жұмыс істеді, Зерендіде. Сол комсомолда таныстық. Комсомольский учетқа қойған мені соғысы. Сосын жанында өзі нетпейді, анау жақындамайды. Анау жанында Роза, Роза, әкесі судья болған. Қасқыр қызда марқым. Соны жіберді. Барып несі сөзін айтты. Не, анау айғайлап жатыр. Мы что-то договорились, если ер адам келсе, мен қоямын учетқа, қыз келсе сен. Видать, это жақындаған еді тұр ма? Анау айғайлап жатыр, анау судьяның қызы ғой. Роза бірдеңе деген. Зеренді әкесі судья болған. Содан танысып кеттік. 20 жасымызда қосылдық. Мен Баян Жанғалыштың шопырың үйінде квартирде тұрым. Атам менің, әкемнің құрдасы, әрі досы. Сондай күшті мен еркелетті, қызындай айтады ғой, аяғын теуіп солай үйге кабинет солай кіретімін. Зеренде неке алып берді. Сосын үйіне шақырып, бүкіл бастықтар бәрі түктір өріп қойыпты, күйеу бала келе жатыр деп. Мен немде не, бала. Немен бәрі үстел бәрі жолтарап, жабыса береді, тұрып кетіп қойды. Біреуқта мен шақырып айтады. Мен шақырып айтсыз, бүкіл бастықтар бәрі отыр, не чепурчик, не деген. Сөзін түлекті кімге берейді, саған берейін ба, или анау бірінші қосымаға берейін. Ата, мен мына жердің алдында сынап отырсың ба? Бер мұны күйеу балам ба? Неменің еді өзі деп. Тұрып кетті. Сосын бір үйіне шақырыптын, сол жолы бір айтқан кісінің әлі есінде. Осылай, маған еш айтқан, алақан ұстап тұр. Қызым дейді, жұмыртқаны бұлай ұстасаң түсіп кетті, бұлай ұстасаң жарылып қалады. Жұмыртқаны бұлай ұстау керек дейді. Ойлаймын, мынау неме шалы. 21-де өзі немене басында қатырып тұр, үстіне үйге сұрайды, шешем. Сөйдеп айтады, неме, причем тут жұмыртқа вообще деп. Күйеуің солай ұста деген сөз ғой дейді. Сол әлі есінде күйеуге шығып, үйге кетем деп та салдым ғой. Ой, жүрген айды. Жоқ, кетем деймін, қалмайым деймін. Уже әлжан қадап тұрмыз, той бітті. Сосын қалмайым. Қалым келіп, білмеймін немене, жастықпа қайтам білмеймін. Сосын шешемді алып қалдым. Бұршыма шешем болды. Жататын жерде жоқ ол кезде. Қайнағамен алысын қайда жататын құдайымызсын. Таңертең екеуміз әйтеуір бұршыма сол үйде болдық. Шешеміз қыздың үйіне кетеді. Сондай да қызықтар болған. Енді Аллаға шүкір, міне енді 48 жыл бірге өмір сүрдік. Бір ұл, 2 қызымыз бар. Ұлдан 3 жыл бар. Тәуба Құдай Осман. Қыздарым да өзімен өзі үй болып жатыр.
тәуба. Енді жоқтығы болмаса, қалған бәрі орынды сияқты. Шыны ұмыту қиын. Алла өзіңізге ғұмыр берсін. Ағамыздың жетпеген жасына жетіңіз. Рахмат, міне азаматтар. Еліне келіп, әбден Қазақстанға таңылып, Қазақстанның жаңағы Мұхтар Мағауин дейсіз бе, Әбіш Кекілбаев дейсіз бе, Сауытбек Абдрахманов дейсіз бе, сондай үлкен Дүрмеде Шан дейсіз бе, ең үлкен қаламгерлерменге солардан баға алып, соларға таңылып, сөйтіп кемеліне келген уақытта кетіп қалды ғой. Әйтпесе ол кісінің соңғы аударып жатқан шығармасы Әбіш Кекілбаев туралы Сауытбектің шығармасы еді ғой, 500 бірдеңе беттеді ме? Өзі айтып жүретін, сондай үлкен шығарма, соны аударып жатыр. Мынадай. Сондай үлкен жұмыстарды әлі атқарар еді. Бітпей қалды ғой, Жоқ, бітті ғой, аударып болды ғой. Аударып болды. бар. Дегенмен де сондай үлкен дәрежеге келіп, енді кемеліне келіп, әбден лекциясында оқып, айтарында айтып, іс тәжірибесін таратып, жаңа шығармаларды аударып, өзінің шығармаларын жазып, сөйтетін уақытта келгенде кетіп қалды. Тұлғалар бар, тұлға дейміз, бірақ та дәл осы Осекеңнің жасаған жақсылығындай жастарға әсіресе кем деп ойлаймын. Ол қарамайтын, жақыны ма, туысы ма, ол студент бала ма, оқушы бала ма, қарамайтын, қайсы бір сол қолына қалам ұстап, азынаудақ өлең шығарса да, азынаудақ бір әңгіме жазса да, солардың барлығын оқып, біліп, жаңа Секең айтқан сияқты түсініп, ақыл кеңесін беріп, керек болса соны газет бетіне шығартуға, керек болса соны кітап бастыруға өз үлесін қосып жүретін, яғни көпшіл адам болған. Әрқашанда үлкенмен сөйлеседі, жастармен сөйлеседі, орыстармен не басқа ұлттар болатын болса, Украина болсын, поляк болсын, әйтеуір солардың бір тарихын айтып, солардың бір жаңағы керемет жазушылар болса, соның бір иірімдерін әкеп, осы әмпай-жампай сол тіл табысып кететін, міне сонда бір қасиет, үлкен қасиеті бар ағамыздың. Расында да облысымыздың мәдени өмірінде әрқашан көрініп жүрді, үлкен жиындарда осыған елдің сөзі сөйледі. Біздің де әдебиет және өнер музейінде өтіп жатқан қаншама әдебиетке, өнерге қатысты іс-шараларда осығанды көретінбіз. Мысалы, соңғы көргеніміз осы Ақан серіге қатысты үлкен конференция болды біздің музейімізде. Осыған енді сонда қатысты ғой, содан кейін көз ұзамай енді қайтты деген сияқты. Яғни бізден жаңа қарап отырсам, 2020 жылдарда біздің музейде осыған 70-ке толғанда да бізде жақсы тамаша кездесу өтті. Оны жаңағы облыстық телевидениеде көрсетіп жатты. Біздің өзіміздің фото суреттері біздің өзіміздің де музейдің архивында енді алдағы уақытта экспозициясы құрылып жатса, сол суреттерден де қоямыз деген сияқты. Сондықтан да келесі сөзді осы әдебиет және өнер музейінің директоры Нұрбек Жамашев өзіңізге береміз. Жақсы. Мен енді Осман ағамызды қалай айтсам екен, осыдан бір енді ширек ғасыр, одан да 30 жылдай білем ғой, 90 жылдан бастап білем. Ол кісінің енді мен үшін ағалығы, ол кісінің біз үшін ақыл айтатын, ақыл тыңдайтын, айтатын аға болса, біз ақыл тыңдайтын іні болдық. Өйткені Төкең Төлеген Қажыбаев бар. Одан кейін енді әдебиетші болмасын, не болмасын, өзінің орман шаруашылығындағы қызметтер, біздің Шамдан ағамыз бар. Бәрі бірге жүрді, жолдас болып. Одан кейін біз әдебиет және өнер музейін құрғаннан кейін ұйымдастырдық. Неше түрлі кездесу кештер болады енді бізде. Сол кештердің ең төрінде Төкең мен Осекең отырады. Ол міндетті түрде. Ол екеуінің өзінің орны бөлек төрде. Содан ол кісінің мен айтар едім, тұнып тұрған жаңа айтып атсыздар ғой, ғылым, білімдар. Бір нәрсені бастау үшін ол санау тереңнен бастайды. Өзінің арасында күлдіріп алатын да бар, біреуге естеліктерді айтып алатын да бар, жастық шағын айтып алады. Одан кейін
бір әжептәуір бір қызған кезде әдемілеп тұрып бір әлгі әңгіме қызады ғой. Сол кезде бір жаттымайды. негізі жаңағы саяси қызметтерде болған, содан журналист болып көп жыл жұмыс жасаған, соған қоса әдеби шығармалар жазды, Иә. әңгімелер жазды. Бірақ ең үлкен шаруасы аударма ғой. Сондықтан мен ойлаймын, жаңағы бірінші тізімі жасалса, неше кітапты орыс тілінен қазақ тіліне аударды, неше кітапты қазақ тілінен орыс тіліне аударды, сосын солар сарапталып, бір ғылыми зерттеу жұмыстары жазалып, бір әдебиетші ғалымдар сол жұмысты қолға алса деймін. Бұл кісінің аудармасының ерекшелігі, өйткені сирек маман ғой енді, екі тілге әрбір аударған орыс тілінен қазақ тіліне, қазақ тілінен орыс тіліне деген сияқты. Қандай шығармалар аударылды, қандай сөздік қоры қандай болды, сөйлеу мәдениеті, стиль, жазу стилі қандай болды деген сияқты бағытқа бір зерттеу болса, тіпті жақсы olur еді. Тұрған тақырып. Қаншама жылы естеліктер айтылды. Осекеңді біз бұрын көбінде жаңағы іс-шараларда мәдениет жанашыры, мәдениет қайраткері ретінде танысақ, бүгін міне Осекеңнің өнерін көп танып жатырмыз, адамгершілігін байқап жатырмыз. Біз білмейтін көптеген сан қыры бар екен. Енді жаңа айтып жатсыздар ғой, Осекеңнің екінші өмірі енді басталып жатыр деп. Сол айтқанда енді міне осы Осекеңнің артындағы қаншама құнды жәдігерлер алашса әдебиет және өнер музейінің экспозициясынан ойып тұрып орын алатын болады. Қаншама келетін болашақ буын қала қонақтары осы Осекеңнің еңбектерін тамашалап, жаңағы расында да бұл кісімен жақынырақ танысатын болады. Сондықтан бүгінгі біздің музейдің ұйымдастырып жатқан іс-шарасына мұрындық болып отырған Осекеңнің үйіндегі апайымыз, інісі, сондай-ақ қасында серіктес болған, інісі болған Қаратай ағамызға, Серік ағаларымызға біздің шақыртуымызды қарсы алып келіп отырғандарыңызға үлкен рахмет. Енді Осекеңнің шығармашылығын, Осекеңнің еңбегін насихаттауда алдағы уақытта үлкен конференциялар, әртүрлі әдеби кештер бола береді деген ойдамыз. Сондықтан да баршамыз осы Осекеңнің шығармашылығын насихаттауға атсалыса береміз деген ойдамыз. Баршаңызға рахмет.